Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір дайындағаннан өте жұп-жұмсақ болып шығатын булочки дайындайтын боламыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа жылы сүт, жылы су және де жұмыртқамызды салып, кейін дәміне қаратай 2 ас қасық қант салып, шым-шым тұз, дрожжи салып, кейін үстіне дәміне қаратай сәл ванилин салып, сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ етіп қамырымызды дайындап қойып, үстін жауып қоямыз. Жарты сағатқа жақсы болып көтеріледі. Көтерілген соң булочкамызды бөліктерге бөліп, өзіңіз ұнаған формаға келтіріп дайындап алсаңыздар болады. Мен әрқайсысын 40 граммнан бөліп алып, осылай булочканың формасын дайындап, тағы да противеньге қойып, сәл көтерілтіп алдым. Кейін үстіне жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пешке қызарғанша 15-17 минутқа пісіріп алдым. Мінекей сіздер де дайындап көріңіздер. Өте жұп-жұмсақ бір дайындағаннан шығады. Астарыңыз дәмді болсын.